Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге осындай әдемі, керемет сірне жасау жолын көрсететін боламын. Ол үшін осындай дайын тұрған табамызға майымызды құйып аламыз. Мен тауық еті мен түйе етін араластырдым. Сіздер қалауларыңызша салсаңыздар болады. Еттің үстіне қалаған жемістерді қоссаңыз, көкөністерді қоссаңыз болады. Болгарский перец, баклажан, пияз. Мен сәбіз қосып жатырмын. Және де осы сәбізден кейін үстіне тұзымызды салып, картошкамызды салатын боламыз.
қалауларыңызша су құйсаңыздар болады. Мен қайнаған су қостым. Суды көп құймаймыз. Бетін жауып, бірінші оттың астын қатты жағып, кішкене қыздырып қуырып аламыз. Кейін астын басып қоямыз. Енді қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болдық. Үстіне сұйық майымызды қойып, құйып, әбден жақсылап жағып шығамыз. Бұл біздің қамырымыз ортасы жабыспас үшін. Бүкіл жағына тегістеп жағып шығамыз. Сірне тамағына қамыр қосатын болсаңыздар, арасына өстіп май жағуды ұмытып кетпеңіздер. Қамырыңыз жабыспай, әдемі болып пісетін болады. Дәл видеодағыдай бөлшектеп қамырымызды кесіп, 1 сағат, 1,5 сағаттан кейін қазанымызды ашып, үстіне қамырымызды салатын боламыз. Қамырымызды салып болдық. Қалауларыңызша 2-3 қасық су қоссаңыздар болады. Достар, міне дайын болған сірнеміз, етіміз күшті болып қуырылған, әбден өте қамырларымыз жабыспай, дәмді болып піскен. Қазір мен тарелкаға жартысын салып алдым, көрсетемін. Болған сірне өте дәмді, өте қуырылып піскен. Дайындап көріңіздер.